Виде спорта Муай-Тай двукратный победитель лоу-кик Умит под псевдоним Темирлан Нормуродов. Битва за чемпионский пояс. Умит Нормуродов, Узбекистан. Кто же сильнее, Карлос Куи, Умит Нормуродов? Кто же возьмет чемпионский пояс лоу-кик? Я танцую. Жестко положили ее. Мы эти правила знаем. Құрметті спорт жанкүйерлері, міне лоу-кик халықаралық турнирінің Астанада өтіп жатқан чемпиондық белбеу үшін жекпе-жегі. Өзбек Үміт Нормуродов пен Испания атынан сынға түсіп жатқан Қытай Карлос Цой арасындағы жекпе-жек, чемпиондық жекпе-жек. Екеуі де мықты. Жаңа ғана осы Үміт өзбек боксшысы мен Жандос Айтбайдың осы екі жекпе-жек бұрын дауласып қалған сәтінде көрген едік. Ендеше келесі жекпе-жек Жандос пен Үміт арасында өтіп қалуы да ғажап емес. Екі мықтының жол түйісу әбден мүмкін. Ал қазір бұл жекпе-жекте көреміз, кімнің асы көзілдірікпен шығып отырған Карлос Цой ма, жоқ әлде көршілес елдің өкілі Нормуродов Үміт па? Салмақ 90 келі, салмақ 90 келіге дейінгі салмақ екі спортшының. Бой Карлос Цойдікі 176, ал Нормуродов Үміт Темирлан деген лақабатымен танылған бұл спортшының 177. Бұған дейін 3 жекпе-жек өткізіпті лоу-кикте, соның екеуінде жеңіске жеткен Нормуродов Үміт. Ал Карлос Цой Испанияның атынан шыққан айттық. Қытай спортшысы Карлос Цой қазіргі таңда енді Испанияда тұрып жатыр. Және осы елде Кекушинка Сабаделе қаласында Кекушинка каратемен шұғылданады екен. Бірінші дан егері, қара пояс, қара белбеу. Өте төзімді, өте мықты спортшы. Испандардың бұған дейінгі жекпе-жегін көрдік қой, жаңа біздің жеңілмей келе жатқан Владислав Морозовты Жуан Руфо Испаниядан келген қалай өтқанын. Лоу-киктің қазіргі орталығы Испания деп айттық. Сондықтан Испанияның кіл мықтылар міне келіп қазір шеберлік сабағын өткізіп жатыр деп айтсақ та болатын шығар. Лоу-киктің Темірлан лақабаты. Темірлан болатын Үміт Нормуродовтың ауызша ескерту алды, өзі түсінбейді қазір бір Карлос Цойны естігенін. Квадрат. Екі спортшыға да ауызша ескерту. Соққы тепкен кезде ғана емес, қабылдаған кезде де дұрыс тұру керектігін қазір ескертті. Карлос Цойдың соққысы өте мығым көрініп отырмыз. Төрағасында отырған біздерге. Екраннан ақырын ғана жай соққы болып көрінуі мүмкін, ал төрағасында отырсаңыз, кәдімгідей соққының дауысын естисіз. Карлос Цойдың бұл чемпиондық жекпе-жек, сондықтан да әлі біразға созылуы әбден мүмкін. Өзбек Үміт қазір төрешілерге шағым айта бастады. Соққыны қабылдаған кезде де қалай тұру керек.
барлық осы бір лоу-киктің қыр-сырын әбден зерттеп алған мықтылар қазір алаңда. Өзбекстандық Үміт Нормұродовты қарап қалар емес міне. Құлаштай соққы жасауда оң аяғымен. Екеуі де оң аяқ. Ал біз бұған дейін сол аяқпен тепкен жігіттердің де жекпе-жегіне куә болдық. Маңдайдан тер шықты Карлос Руидің жылтырап. Қашанға дейін шыдайды екен, қай уақытқа дейін шыдайды екен, қанша соққыға дейін төзеді екен. Міне көреміз қазір, нағыз мықтылардың айқасы. Я осыны көріп отырған қазір. Осы алаң сыртында отырған қаншама жастар, осы лоу-киктан үлкен жарыстарға қатысқысы келіп жүрген жігіттерге бұл үлкен сабақ болды. Қазір бас қазы міне көмекшілермен шақырып ақылдасуда. Және ешқандай ескертуді өзбек спортшысының қабылдаған жоқ. Бәрі ереже бойынша дегенді айтты, я, жалғастырады. Кешірім сұрады. Карло Цуи айттық, Қытай азаматы Испанияда киокушинкай каратэмен шұғылданады, және осы елдің туын көтеріп шықты жарысқа. Я, қазір міне қазір ашуланып кеткен Үміт Нормұродов барлық ашуын әлгі бір соққысымен шығарып алғысы келген. Бірақ Карлос Цуи әзірше сыр алдырмайды. Көрейік қазір. Екеуі де бір-бір мойындағысы келер емес. Екеуі де чемпиондық белбеуді алғысы келеді. Екеуі де осы Қазақстанның тәуелсіздік күні топ жарғысы келеді. Жеңіспен қайтқысы келеді. Бірақ белбеу біреу-ақ. Ал бұл жерде енді тең түсу деген жоқ. Бұл 4-ші жекпе-жегі өзбек Нормұродов Үміттің. Темірлан есімді лақап аты бар екен. 4-ші жекпе-жегі бұған дейін 2 кездесуде жеңіп, біреуінде ұтылған. Ал Қытай Карлос Цуи 2 кездесу өтіп, екеуінде жеңіске жеткен екен. Әлі бірде-бір жеңілістің ащы дәмін татпаған. Міне бүгінгі кештің ең ұзаққа созылған жекпе-жектерінің бірі. Бірі емес, алғашқысы деп айтсақ болатын шығар. Я, қара терге түсті қазір Қытай спортшысы. Есімі испан. Тектес Карлос, тегі Цуи. Ұлты Қытай. Бірақ жарысқа Испанияның туымен шықты қазір. Ауызша ескерту Карлос Цуиға. Қазір түсіндіру үшін төрешінің айтқанын аудармашыны да көмекке келуге тура келді. Аудармашы арқылы бәрін түсіндірген секілді. Карлос Цуиға аяқта соққы қабылдайтын кезде қалай қою керектігін көрсетіп жатыр. Енді міне осы бір соққысы ауыр тиген секілді Үміт Нормұродовтың. Енді көрейік қазір.
жеңісіне сенімді Үміт Нұрмұратов. Аллы. Карлос Цой жарысты жалғастыра ма жоқ? Осымен тоқтата ма? Көрейік қазір. Осымен жарыс аяқталған екен. Өзбек Үміт Нұрмұратов бұл жекпе-жекте жеңімпаз. Узбекистан! Браво! Награждает бойцов посол доброй воли Республики Казахстан, кавалер государственных орденов Хурмет и Достах, Цирульников Сергей Валерьевич. Осылайша Үміт Нұрмұратов лоу-киктің чемпиондық белбеуін тақты. Браво! Поздравляю с чемпионским поясом. Веса 90 Ну что же, салмақ. Умит, Ну что, еще раз добрый